Кәрістер көзді қыздырып, мукбанг жасап жеп отыратын осы эноки саңырауқұлақтарын бізде дайындап көрдік. Біздің отбасымызға қатты ұнады. Енді шынында да керемет екен. Жасап көріңіздер. Осындай бізге эноки деген саңырауқұлақтар керек болады. Бағасы қатты қымбат емес. Бір пачкасы 300-500 теңгенің арасында тұрады. Алып, осылай мінекей шеттерін кесіп тастаймыз. Және де жақсылап жуып аламыз. Және де осылай бірнеше бөліктерге бөліп алатын боламыз. Мен осындай өзіме жаңадан Ливанның керемет нержавеющий стальдан жасалған сапалы табасын сатып алған болатынмын. Осы табаға алғаш рет дайындап көремін. Табаға кішкене май құйып, жаңағы эноки саңырауқұлақтарымызды салып алып, мінекей осылай кішкене қоңырқай түске енгенше жақсылап екі жағын қуырып алатын боламыз. Менде енді 2 пачка болғаннан кейін екеуін 2 бөліп қуырып алдым. Соусын дайындаймыз. Соусына 2 ас қасық қант, 2 ас қасық соя соусы, кішкене тұз және де 2 ас қасық кетчуп қосатын боламыз. Немесе томат қоссаңыздар болады. Кішкене су қосып араластырамыз, осымен соусымыз дайын. Сонымен қатар көк пияз немесе кинза қоссаңыздар болады. Және де ащы қызыл бұрыш пен чеснокты ұсақтап турап, 1 минуттай осылай араластырып қуырамыздағы үстінен жаңағы дайындап алған соусты құямыз. Сонымен қатар эноки саңырауқұлақтарын қайтадан осы соусқа салып, шамамен 5-7 минуттың арасында қайнатып пісіреміз. Осымен эноки саңырауқұлақтары дайын. Ыстық тамақ болды ма, салат болды ма білмеймін, бірақ дәмі мощный болады. Жасап көріңіздер. Менің парақшама кірсеңіз шыға алмай қаласыз, маған тіркеліңіз.